Так, InnoSetup'ты скачать ету үшін просто InnoSetup дейсіз. InnoSetup и download дегенге кіреміз. Сол жерде мына екеуінен біреуін басасыз осы жерде. Міне. Мысалы, US дегенді басасыз, скачать етіліп кетеді. Міне. И қондырасыз оны. Так, InnoSetup бұл установщик немесе инсталлятор дейді. Мысалы, менде осындай программалар бар, осыны инсталлятор установщикке бір түрі файл қылып береді. Бұл жерде InnoSetup'тың описаниясын оқысаңыз болады. Так, ең бірінші бізге не керек? Мына сайтқа барамыз, tre.kz-ге. Или Google-ға жазамыз, tre.kz. Сайтқа кіреміз, сосын поискке жазамыз, Inno депті, осылай, Inno. Сол кезде генератор InnoSetup деген шығады. Соны басамыз, и осында генератор шығады. Жерде программаның аты, версиясы, компанияның аты, мысалы, программа қандай компания шығарды деген сияқты. Сайт, компанияның сайты, мысалы, осы программаның сайты. Сосын исполняемый файл деген, мысалы, менде осындай программа бар. Мен осыны скопировать етіп алам. Исполняемый файл дегенге. И вставить етем. Ассоциация файлов расширения, мысалы, .pdf десеңіз болады. Мысалы, сіз pdf туралы программа шығарсаңыз, осылай істеп қойсаңыз болады, немесе точка салмасаңыз болады. Или салсаңыз болады. Разница жоқ. Өйстіп жазсаңыз болады. Ассоциация файлов расширения деген. Сосын, егер жоқ, керек емес сізге болса, онда алып тастайсыз, пустой қалдырып қоясыз. Бұл сіздің программаңыз, мысалы, PDF оқитын программа болса, PDF-ті ашатын программа болса, онда түгел PDF файлдар сіздің программаңызбен ашады деген ғой. Мына жерге ассоциация файл деген. По умолчанию қойып қояды PDF-ті сіздің программаңызда. Сонымен ашатындай қылып қояды. Мен мысалы алып тастаймын, керек емес. Так, приложение, архитектура. Сіздің мысалы программаңыз қандай, 64 па, 32 ма, соны үшерде таңдайсыз. Сосын права установки, текущий пользовательге қойсаңыз болады, или администратор. Метод сжатия, мысалы, мен мысалы ультра 64-ке қоям. Бұл мысалы сіздікі 1 гигабайт па, соны сжать етіп береді, қатты сығады. Сол неге қоям, мысалы ультра. Осыған қоям. Сосын размер части. Размер части деген ол жаңағы сізде мысалы 5 гигабайт программаңыз бар, мысалы 5 гигабайт. Соны инсталлятор жасайды о, установщик жасайды о, сол кезде 5 гигабайтты 1 гигабайттан 1024 мегабайт деген 1 гигабайт қой. Сол 1 гигабайтқа бөліп шығады каждый. Мысалы 5 гигабайт па 5 файл қылып береді. Расширениясы .bin болады арт. Сосын стиль мастера деген классикке қойсаң, окошкасы кішкентай болады инсталлятордың. Современный десе кішкене үлкендеу болады инсталлятор. Так, мынау лицензионное соглашение. Бұл файлдар қазір айтып кетем ғана. Генератор дегенді басып жіберем. И мына жерде оқысаңыз болады, не туралы мынандай файлдар бар депті. Так, скачать етем. И міне шықты генератор. Так, енді оны мен бір папка ашам, рабочий столға, мысалы, новая папка деп ашам. Сол жерге осыны құям. Бөлек бір папка. Так, мынау прок деген, бұл менің программаларым. Мына жерде жалып тұр, прок деген. Не туралы. Соны мен өз программамды құям осының ішіне. Осының ішіне құям. Так, дальше. Иконка. Мына жерде иконка. Мына өзіңіздің иконкаңызды алсаңыз, ол иконканы қаяқтан аламыз? Өзіңізге, мысалы, ыңғайлы ұнайтын. Мына жерде не бар? Google-ға жазсаңыз болады. Мысалы, Google-ға жазамыз. И осы жерде картинки дегенді басамыз, осы жерден тауып аламыз өзіңізге ұнайтын. Немесе
мына ссылка бар, мына ссылка. Соны басамыз. Сол жерде иконкалар бар, ұнайтын иконкалар, мысалы өзіңізге ұнайтын. Мысалы мынау ұнап қалды ма, ішіне кіріп, мынаны басамыз. Download as eco файл дегенді. Так, дальше. Ресурс хак деген ол специальный программа. Ол мысалы сізге мына WhatsApp-тың значогы ұнап қалды ма, соның иконкасын шығарып беретін программа. Любой программаның иконкасын шығарып береді. Ресурс хак деген сондай программа. Так, инструкция. Егер мынаны скачать еттіңіз, мынау ішіне кіресіз. Так, ішіне кіресіз, да? Бұл жерде исходник тұрады, уже настроен, да? Бәрі настроен. Мынау да автоматически қойылды. Бәрі настроен. Просто мына play да басасыз. Play. Осындай программа шығады. Далее осындай. Уже настроен. Так, жаңағы файлдарды айтып жіберейін. Үшіншісі автор деп тұрады. Info автор. Ол деген информация после установки деген. Бұл жерде бәрі описание жазылып тұр. Мынау да сол перед установкой. Мынау лицензионное соглашение. Так, мынау жап-жаңа создать етті. Новыйдан. Мынау сіздің программаңыз. Сосын так, иконкасы өзгермей жатыр, өзгереді негізі. Мынандай иконка болып тұрады. Менде просто оның алдында басқа иконкамен создать еткесін өзгермей тұр пока что. Сіздікі осындай иконка болып тұрады. Сосын мынау жаңа мынаған қатысты. Егер сіз мысалы біреуге беретін болсаңыз, мына программаны, мысалы біреуге скачать етуге беретін болсаңыз, мынаны да берсеңіз болады қасына. Ол деген мынаны мысалы мынаны басам ғой, мынандай заттарды сұрамайды. Тихая установка дейді мынаған. Міне исходнигі осындай. Оны бассаңыз, міне қондырып тастайды сразу. Ешқандай далее установить дегендер шықпайды. Мынаған байланысты керек файл. Егер сізге керек болып жатса. Бәрін дайындап қойдым, чтоб бәрі ыңғайлы болу үшін, оңай болу үшін істеп қойдым. Мынаны өзіңіздің файлыңызға заменить етесіз иконкаға. Мынау сіздің программаларының, өзіңіздің программаларың. Осындай программа шығарып береді. Еще сығып береді. Мысалы мынау неше мегабайтты көрейік. Мысалы бұл жерде 1 терабайт болса, 1 гигабайт болса, бұл жерде да, мысалы 1 гигабайт болса, бұл жерде мысалы 500 мегабайт болу мүмкін да, бұл жерде. Сығып береді, әрі еще бір түрі файл қып береді. Мынаны. Еще установщик. Мысалы, окей, далее, установить, далее. Ең соңында допустить деген чат завершить. И программа қосып кетеді. Так, жаңа қондырдық қой программаны, сол рабочий столға шығарып береді. Сосын оның несін қарайық. Program files, сосын myproc и myproc.exe деп тұрады. Ашып қарайық. Жаңағыны қондырған программамыз осындай болады. Жаңа қондырған кезде уже, қондырғандан кейін. И рабочий столға иконка шығарып береді. Ярлык шығарып береді. И пусктың ішінде шығарып береді еще все программы. Пуск, все программы. Сосын proc дегенді іздейміз. myproc, міне. Осындай қылып береді еще. Удалить етуге болады деген сияқты. И сайтқа кіру болады. Жаңа сіздің жазған сайтыңыз.